Достар, сендермен Берипикс. Бүгін біз өте оңай сөздер жаттайтын боламыз. Бұл сөздердің транскрипциясын жазған жоқпын, себебі ол сөздер өте оңай сөздер. Дайын болсаңдар, мен бастаймын. Ең бірінші сөздерді аудармас бұрын айтылуын айтып шығайық. Бір мезет. Ill, kill, bill, deal, heal, peel, till, seal, will деген сөздер келіп түсті. Енді біртіндеп аудармаларын айтып шығайын. Бірінші сөзіміз ill, сырқаттану деген мағынада қолданады. Одан кейін сөзіміз kill, өлтіру деген мағынасы бар, етістік. Bill, есеп-шот, яғни есеп-шот беру, есебін беру, яғни асханаға, тағамханаға барған, дәмханаға барған кезде айтылатын сөзіміз bill. Жеген тамағымыздың есеп-шоты. Одан кейінгі сөзіміз deal, бірақ мағынасы бар, ас-көк. Ал орысша айтқанда укроп деген мағынада қолданады, яғни шөп айт. Heal, ол мола деген мағынада қолданады. Peel, аралау деген мағынада қолданады. Till, дейін, шейін деген мағынада біледі, яғни кешке дейін деген сөздерде қолданатын сөз. Одан кейін сөзіміз seal, терезе алды, подоконник деп айтамыз орысша. Will, одан кейін болады, яғни бидің осы шағын айтамыз, болады деген мағынаны білдіреді. Одан кейінгі негізгі өзінің екінші мағынасы ол ерікті болу, яғни өз еркін істеу деген мағынада қолданады сөз. Бүгін осымен біздің аудармаларымыз бітті. Осы сөздерді міндетті түрде жаттап алыңыздар. Бұл жерде бар жоғы 9 ғана сөз болу керек, 9 ғана сөз екен. Осы 9 сөзді жаттау арқылы сіз сөз қорыңызды көбейте аласыздар. Және біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.